Өмір ғажап каналына қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мақсат және еңбек нәтиже. Мақсат қойып алып әрекет етпеу жалқаулық. Мақсатсыз бей-берекет еңбек ету жүйесіздік. Ал жүйесіз жасалған дүние керемет шығуы екі талай. Мақсат қойғанда ақылға сыймайтын ертегі жазып кетпеу керек. 100 келі салмақтан биыл Токиодан өтетін жазғы спорт олимпиадасына қатысамын деу күлкілі көрінетін сияқты. Айға ұшамын, 80 мың жалақымен Нью-Йорктен пәтер сатып аламын деген секілді армандар мақсат бола алмайды. Нақты мақсат қоя білуде өнер. Алдымен өзіңізге ең қажетті деп тапқан межеңізге жетер жолды бағамдап алыңыз. Содан кейін сол бойынша әрекет етіңіз. Егер дәл осы бағытты ұстанар болсаңыз, мақсатыңыз орындалып, жемісін көре бастауыңыз шарт. Мысалы, үй алуым керек деп мақсат қойғаннан көрі, қай қаладан, қандай көшеден, неше бөлмелі, шаршы ауданы қандай, қаражаттың барлығын есептеп қою керек. Бұл сіздің ең үлкен мақсатыңыз. Осыдан барып, кішігірім баспалдақтарын ойластыра бастайсыз. Мақсатқа жетуді биік тауға балау керек. Тауға шыққанша мың жығылып, мың сүрінесіз, аяққа қайта тұрып, ары қарай жүгіресіз. Мақсатыңызға жеткенше де тәуекелге барасыз, шаршайсыз, әйтсе де ары қарай әрекет етесіз. Мақсатыма оңай жетемін деу ақымақтық. Оңай олжа тез дайындалатын тағам секілді. Бастапқыда тез дайын болғанына қуанып жей саламыз. Қайта-қайта жегіңіз келіп тұрады. Бірақ соңында денсаулығыңызға зиян екенін түсінесіз. Мақсатқа жету үшін жоғарыда айтып өткендей тек еңбек ете білу керек. Адам дүниеге келген кезде не бай, не кедей болып тумайды. Ол адам болып туады және адам болып өледі. Бірақ осы өмір мен өлім арасындағы ғұмырын ол өзі жасайды. Себебі ешкім сізге бәрін. Ал жақсы өмір сүру үшін жақсы адам болу жеткіліксіз. Жақсы адамның да жақсы жұмысы, табысы, еңбегі болу керек. Ауруын жасырған өледі демекші, ашығын айтуымыз керек. Бүгінде біз тәуелсіз ел болсақ та, әлі сол кедейлік психологиясынан арыла алмай отырмыз. Бәрін бізге біреу жасап беру керек секілді. Мәселен, жұмыс беруші жалақысын жоғарылату керек. Мемлекет үй беруге тиіс. Бағалар төмен болуы шарт. Сондай-ақ көптеген қызмет тегін болуы тиіс. Ең арзан киім, арзан тамақ, әйтеуір арзан атаулыны іздеп, кейде әлде бір затты сол арзандау алу үшін сағаттап кезек күтуге бармыз. Таныс психология ма? Көбіміздің осылай ойлайтынымыз өтірік емес қой. Аталған қасиеттердің барлығы кедейлік психологиясына тән белгілер екен. Ал кедей болсаңыз, ол сіздің өз қателігіңіз. Себебі сіз көптеген әдеттерден арыла алмайсыз. Кедейліктің ең бірінші себебі ақшаның жоқтығы емес, сіздің ниетіңіз бен өмір сүру қағидаңыз. Адамның қашанда байлыққа ұмтылып, бақуатты өмір сүргісі келеді. Алайда, көптеген жандардың кедейлік психологиясынан арыла алмайтыны бар. Осы кедейлікті кетіретін әдеттер мыналар. Кедейлікке алып келетін ең бірінші әдет өзіңді аяу. Яғни, көпшілік ортадан өзіңді бөлек ұстау, қымбат жерге барудан қашу, іштей ұялу, қысылу сезімдері сізде алға ұмтылуға жол бермейді. Менің жағдайым қайдан болсын? Менде жоқ, шамам жетпейді, ол үшін ақша керек, бай емеспін дейтін жауыр болып кеткен сөздерден қашыңыз. Кедейлер қашанда кінәлі адамды іздейді. Кедей адам ешқашан өзіне жауапкершілік алмайды. Ол өзінің сәтсіздігіне үнемі әріптестерін, басшылықты немесе жүйені кінәлай салып, өз жеңілісін мойындаудан қашады. Көптеген адам олар болмағанда мен табыстырақ болар едім деп ойлайды.
шешім қабылдай алмау, 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген халқымыз даналығында ешкім ұмыта қойған жоқ. Әйтсе де, ұзақ ойланып, бір шешімге келе алмау да сізге кедергі келтіреді. Алға қадам жасаудан қорықпайтын адамға жеңіске жетеді. Ал кедейлік санадағы адам уақыт созып, өз ойын, келген идеяларды жүзеге асыра алмайды. Өзінің дамуына ақша салғысы келмейді. Көп жағдайда тегін тренингтер мен семинарларға қатысқанды жақсы көреді. Нәтижесінде көп пайдасы жоқ жиындарға уақыт жұмсайды. Әрі қарай даму мұндайға көп байқала бермейді. Өз мәселелерінің түбірін қоршаған ортадан іздейді. Кедей отбасында дүниеге келгені, географиялық жағдайының дұрыс еместігі, қажетті білімді игере алмауы, мұның бәрі өсіп, дамығысы келетін адамға шектеу емес. Кедейлік санадағы адам өзін өзі аяудың түрлі әдістерін ойлап табады. Ақшаның жоқтығы көптеген негативті жайттарға әкелетіні жасырын емес. Байлар секілді ойлайтын адам сәтсіздікті кезекті өмір сынағы ретінде қабылдап алға басады. Ол бұл үшін өмірге өкпесін айта жөнелмейді. Кейде ішіндегіні ақтарып салғанда артық емес. Алайда бұдан әмияныңыздағы ақшаның көлемі де өзгермейді. Кедей адамда қаржылық стратегия жоқ. Оның басты қағидасы тапқан ақшасын тезірек жаратып жіберу. Байлар болса, еңбекпен келген ақшасын жинағанды жөн көреді. Ақша жоқ болса, мен қалай инвестиция жасаймын деген сөзді ұмытқан дұрыс. Себебі болашағын ойламаған адамда ғана ақша болмайды. Ақшаны көп тапқан емес, дұрыс жаратқан адам байлыққа кенеледі. Ақша бітсе уайымға салыну. Тұрмыстың билігі санаға жүріп тұрған шақта ақшасыз өмір сүру мүмкін емес. Дегенмен, барлық нәрсенің кілті ақшада емес. Егер қалтаңызды көк тиын қалмай қалса, уайымдап қобалжудың қажеті жоқ. Себебі бұл әдетке айналып кетсе, сіз ақша бітсе болды, қарызға кіруге асығып тұрасыз. Ал қарызға көп байланған сайын сіздің баюға деген құлшынысыңыз жоғалады. Әр тапқаныңызды қарызға берсеңіз, сіз қашан байлыққа кенелесіз. Аз кірістен көп шығын жасау. Шығынды есептеңіз. Себебі кіріс аз болса, немесе белгілі бір орташа көлемде болса, соған қарай икемделу керек. Адамдардың кедейлікке ұрынып қалатынын тағы бір себебі де осы. Олар көп шашылып, аз қаржы табады, есебін жасамайды. Сондықтан кіріске қарай шығын жасаңыз. Жалақыға бір күн емес, әлі бір ай өмір сүру керектігін ұмытпаңыз. Осы әдеттерден көрі ақша табудың қосымша жолын қарастырып, әлгіндей тірлікке кеткен уақытын одан да сол екінші жұмысқа кетірсек басқаша нәтиже болушы еді. Қазақтың бай қуатты болуына ең бірінші кедергі болып отырғаны осы мәселе. Көбіміз шіркін байып кетсем, беделді атақты болып кетсем, қымбат көлік алсам, жақсы киінсем, менен асқан бақытты адам болмас еді дейміз. Кез келген адам миллионер болуды, қаржылық сауаттылықты, ақша жинақтау жолдарын білгенді қалайды. Алайда әрекеттері үнемі сәтті бола бермейді. Адамдар қарапайым нәрселерге назар аудармайды. Ал әлемдік тәжірибе бұл ережелерді сақтау керектігін айтады. Сонымен ақша тауып, кәсіп ашқыңыз келсе, ең алдымен өзіңіз мына кеңестерге назар аударыңыз. Жеке бюджетті бақылау. Бұл жалықтыратын әдет болып көрінеді. Бірақ нағыз бай адамдар өздерінің кірістерімен қатар шығыстарының да нақты көлемін біледі. Қаражаты көбейген сайын есепке мығым болады. Өз уақытыңызды дұрыс жоспарлау. Бұл құнды ресурсты дұрыс қолданса, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Әлеуметтік желінің пайдасы жоқ, тек уақытымызды ұрлайды дейміз. Бірақ дұрыс пайдалансақ, зиян емес, керісінше пайдалы.
Таңнан кешке дейін керексіз парақшаларды ақтарып, айдаладағы біреудің өмірін бақылап, пікір жазып отырсақ, әрине зиян. Ал өзімізге қажетті ақпаратты ала білсек, пайдасын көре аламыз. Өршіл мақсаттар қою. Бай адамдар өз уақытын ұйымдастыруға көп көңіл бөледі. Миллионерлердің 81% өздерінің істерінің тізімін ретімен жүргізеді. Демек, алға қойылған мақсат пен оған жету жолында жақсы ойластырылған қадамдар шын мәнінде нәтиже береді. Мәселен, атақты кәсіпкер, миллионер Ричард Брэнсонның алдына қойған мақсатына жетпейінше жаңа істі бастамайтын жақсы әдеті бар екен. Бастапқыда бұл әдісті әдетке айналдыру мүмкін емес секілді көрінеді. Алайда талпынған адам мақсатқа жетеді. Жоғарыда көрсеткен мысал оның айқын дәлелі. Өзіңді дамыту үшін ақшаны аямау. Адам үнемі өзін дамыту керек деген сөзді әрбір миллионердің кеңесінен байқаймыз. Себебі, қаншалықты көп білсең, соншалықты мүмкіндікке ие боласың. Демек, жан-жақты даму үшін қаржы салуды әдетке айналдыру керек. Осы тұста миллионерлердің тағы бір әдетін атап өтейік. Ауқатты адамдар ақшаны рахат өмір сүру құралы емес, ең алдымен жинақ пен инвестиция деп есептейді. Сондықтан, ай сайынғы табыстың кемінде 10%-ын жинақ шотына салуды ұмытпаңыз. Бай адамдар тіпті көп қаржы бөледі екен. Олар өз табысынан 20%-ға дейін инвестициялайды. Көптеген сарапшылар 50-30-20 ережесін ұстануды ұсынады. Бұл дегеніміз 50% табысты ең қажетті нәрселерге жұмсайды. 30% жаңа киім немесе саяхат сияқты заттарға, және қалған 20% жинақ шотына салады. Өзіңе жұмыс істеу. Статистикалық деректерге сәйкес, миллионерлердің 3/2 бөлігі жеке кәсіпкерлер. Сондай-ақ The Economist деректері бойынша, миллионерлердің жартысынан астамының өз бизнесі бар. Олардың тек 16% ғана байлық мұраға қалған. Сонымен қатар, миллионерлер бір жерден ғана табыс табуды жөн көрмейді. Сондықтан бірнеше кіріс көзінен пайда алуды әдетке айналдырған. Ақшаға негізгі мақсат емес, құрал ретінде қарау. Қазіргі миллионерлердің ортақ ерекшелігі ақшаға табынбау. Олар мақсаттарына жетуге тырысады, ал ақша сол жолдағы бонус іспетті. Сондықтан өмірдің мәнін ақшадан іздеудің қажеті жоқ, тек бөлшек ретінде қараңыз. Ал бай адамдардың қатарына тез қосылуға көмектесетін ең нәтижелі әдет өз ісіңді сүю. Қолға алған жұмысыңызды махаббатпен жүргізсеңіз, ерте ме кеш пе адам міндетті түрде бай болады. Талай сөздің төрелігін айтып, шешендігінің арқасында күрмеулі істің шешімін тапқан Төле би өз заманында кәсіп болмай нәсіп болмас деп, кәсіпкерліктің пайдасын пайымдап кеткен екен. Иә, расында да бүгінгідей нарықтық заманда жеке кәсіп ашып, шаруаның шырайын келтірмесеңіз, бір жалақыға жалтақтап отыру тиімсіз.